көжегім. Піл мен жолбарыс ертегісі. Ертеде ит тұмсығы өтпейтін орманды бір жауыз жолбарыс мекен етіпті. Бірде ол жемтік іздеп келе жатса, алдынан піл кезігіпті. Қарны ашқан жолбарыстың сілекейі шұбырып, пілді бас салмақ болады. Бірақ зор денелі жануарға шамасы жетпейтінін түсіне қоятты, дереу қолыққа басады. Армысыз құрметті піл ағай, сіздің даусыңыз сондай зор деп естіп едім. Менікі де осал емес. Екеуміз дауыс жарыстырсақ қалай болар екен? Егер сіз жеңсеңіз, кез келген талабыңызды орындауға дайынмын. Ал егер мен жеңсем, сізді жеймін. Пілдің денесі зор болғанымен, ақылы аздау екен. Жолбарыстың дегеніне көне кетеді. Ағай, сіздің жолыңыз үлкен, алдымен өзіңіз бастаңыз. Мен екінші болайын, деп жолбарыс қиыла түседі. Піл ұзын тұмсығын көкке көтеріп азынап қоя беріпті. Айналаға бамбук ағашынан жасалған сыбызғының үніндей ыңыранған дыбыстар айтты. Оған әрине ешкімде селт етпес еді. Кезек жолбарысқа келеді. Ол ақырғанда ағаштар дірілдеп кетіпті. Жапырақтары саудырап жерге түсіпті. Айналадағы аң құстың зәресі ұшып, жан-жаққа бытырай қашыпты. Ал ағасы, жеңілдіңіз, енді мен сізді жеймін, дейді жолбарыс. Піл байғұс не істерін білмей дал болыпты. Ақыры, маған бір күн мұрсат бер, үйіме барып туыстарымен қоштасып келейін, деп жолбарысқа жалынады. Жолбарыс келіседі. Пілдің уәдесін алып үйіне қайтарады. Қазандай басы салбырап, тұмсығымен жер сызып, жылап еңіреп келе жатқан пілді көртышқан көріп қалады. Піл ағай, үлкен басыңызбен сонша жылағаныңыз не? Деп таңғалады көртышқан. Піл оған басынан өткенді қайғылы оқиғаны түгелдей баяндап береді. Сонда көртышқан: қорықпаңыз ағай, мен сізді бұл пәледен құтқарамын. Піл әрине бұған сене қоймайды. Кішкентай бұның қолынан не келеді деп ойлайды. Әйтсе де басқа амалы қалмағандықтан көртышқанның сөзіне құлақ түреді. Сіз қазір үйге барып демалыңыз. Түнделетіп жолбарыс айтқан жерге келіңіз. Мен де барамын. Жолбарысты сол жерде күтеміз. Көресіз, ол өте ерте келеді. Айтса айтқандай жолбарыс таң атпастан межеленген жерге келеді. Өзін күтіп тұрған пілді көреді. Оның үстіне бір кішкентай аң шығып алып, арқасын тістелеп жатыр екен. Кішкентай аң жолбарысты көргенде: бәрекелді, пілді жеп жатыр едім, жолбарыс та келе қалыпты ғой. Енді оны қоса жеймін, деп айғай салады. Мұны естіген жолбарыстың жүрегі аузына тығылыпты. Алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Қаншалықты жерге ұзағанын кім білсін, әйтеуір бір кезде оны ағаш басында отырған маймыл көріп қалады. Сұмдық-ай, жолбарыс қашып келеді. Ормандағы ең мықтанды кім қорқытты екен, деп маймыл безек қағады. Жолбарыс сонда ғана есін жиып, ентігін басыпты. Маймылға пілді жеген кішкентай аң жайлы айтып береді. Маймыл бұған шиқылдап тұрып күліпті. Қайдағы бір көртышқаннан қорыққаныңыз қалай, жолбарыс мырза? Ол деген жер қазып, құрт құмырсқа теріп, жеп жүрген бейшара ғой. Сізді алдап соққан екен. Жүріңіз, пілдің де, оның да сазайын тартқызайық, дейді. Сөйтіп екеуі піл мен көртышқан қалған жерге келеді. Келсе, көртышқан сол күйі пілдің үстінде отыр екен. Ол маймыл мен жолбарысты көрген бойда: әй қу маймыл-ай, сен де бір түйір ұят болсайшы. Туыстарын маған 9 жолбарыс қарыз еді. Сен болсан біреуін ғана әкеліпсің, деп бұлқан-талқан болыпты. Сол сәтте жолбарыс маймылды желкеден алып, жерге бір ұрып өлтіреді де тұра қашады. Сол күйі орманға мүлде аттап баспайтын болыпты. Міне осылайша кішкентай көртышқан жауыз жолбарыстан айласын асырып, аңғал пілді ажалдан арашалап қалыпты.
Мақтаншақ қоян ертегісі. Орманда бір қоян өмір сүріпті. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс жидектерді теріп жеген ол, қыс түсе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. Бір күні ол ауыл шетіндегі тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол мақтана бастайды. Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін. Мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым мұрт, сендердікіндей емес. Ал табаным мен тістерім ше? Сендердікі салыстыруға да келмейді. Мен ешкімнен қорықпаймын. Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді. Қарға тәте тиіспеші, мен енді мақтанып, елдің мазасын алмайтын боламын. Солайды, босқа мақтанба. Елден ерекшелігінді бос сөзбен емес, ісінмен көрсет, дейді қарға. Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен. Жаны ашып кеткен қоян құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып, тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салған иттер қоянды да қуа жөнеледі. Ол қашып құтылады. Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп жолығып: «Рахмет саған, сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің», деп ризашылығын білдіреді. Көжегім. Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады екен. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балапандарына арашашы іздейді. Көкектен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді. «Соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ», дейді көкек. Одан шығып қарғаға барса, «Үйленгелі жатқанымда мазамды алма», дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп: «Достым, неге жылайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш сонда: «Жауыз жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмеймін», деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. «Олай болса, мені жеткіз тезірек», дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт жотасына шығып алады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандарды қалғып сап, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғымен шаба тырнап, жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен. Көжегім. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынадай арыз айтады: «Мен бәрінен кеммін, аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрінде бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздың ішіндегі ең бейшарасы мен екенмін. Маған ешқайсының жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар әрдайым әділ келеді, сен барлығымызға патша да бола аласың, деп сөзбен болса да жұбатып та кетпейсіңдер», деп ол екі көзінен қанды жасын сорғалатып ағыл-тегіл жылайды.
жанды жансыздың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды көреді. Қара қылды қақ жарған ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде жылан бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Көзіме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәттісін жер едім, деп қиялдайды. Қан дәмін айыралатындарды шақыртады. Қос қанатын делдейтіп, аяқтарын шілтейтіп, қуарып, шіркей, тұмсығын едірейтіп маса, патшаның көңілін табам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды жансыздың қанын сорып қайтындар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алындар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан былай менің тамағым болатында етіндер, деп уақыт кесіп, бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның кесіп берген мезгілі де жетеді. Шіркей әлсіздігінен жел болса, шөптің түбіне қашып тығылып, тымақта ыңылдап, ән салғансып жүріп, кешігіп қалады. Алмаса, өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп алып, патшасына қарай әуелей ұшып, әндетіп келе жатқанда қарлығаш кез болады. «Иә, маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естіп едік. Таптың ба?» Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап қатпай, зулай жөнеледі. Түсіндім. Жолым болып, іздегеніңді тапқан екенсің, достым. Азаматсың өзің. Сенің ептілігіңді, еш нәрседен тайынбайтын бір беттілігіңді білгемін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыларға айта жүретін боламыз, деп қарлығаш масадан сыр тартпа мадақтай сөйлейді. Бұл мақтауға масаның есі шығып, мастанып, «Патшамыздың тамағына кімді тапқанды білесің бе?» Маса досым, мен не білуші едім? Сізден денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Сіз патшаның ақылшысысыз. Қане төрем айтыңызшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптыңыз? Маса еліре түсіп, дүниеде патшамызға лайықты ең тәтті тамақ адам қаны екен. Адам сияқты ақылды да айлалы жан домаланған сілімтік жарымжанға жем болып қалама, деп қарлығаш бір амал ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегенізге сенер-сенбесімді білмей келем. Дүниеде тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады, деп шешем көп айтушы еді. Кәне тіліңізді шығарып, мөріңізді көрсетіңізші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен бір медеу ғой. Бұл мақтауға елірген ессіз маса, көрсең көре ғой байғұс, деп тілін ұсынады. Қарлығаш шап беріп, масаның тілін жұлып алғанда, ол сөйлей алмай, ыз-ыз етіп, патшасы жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош, тілін жұлынды, аузына құм құйылды. Адамның қанның тәттілігін енді қалай түсіндірер екенсің, деген оймен қарлығаш артынан ұшады. Маса бірдемелерді айтқысы келіп, ыз-ыз етіп зар қағады, бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды жыланға. Мұның тілі аузынан түсіп қалған ба? Мұнаның не деп тұрғанын түсінгендерің бар ма? Деп жылан тұрғандарға қарайды. Өте түсінікті патшам, дейді қарлығаш сонда. Түн көрмей кетейін, бірдене ұқсам, кәне, түсінсен айтшы, не деп тұр? Ызыңдап ұшып жүріп, бүкіл әлемді араладым, бірақ неше түрлі өсімдікті өзі өсіріп шығарған топырақтан басқа еш нәрсені таппадым, дейді патшам. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы саумаса мұны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Ол ызыңдап кеп қарлығашқа 2-3 рет тиіседі де жыланның алдына барып жылап жібереді. Мұның тіліне бір пәле қылған сен екенсің ғой, деп жылан қарлығашқа атыла жөнеледі. Қарлығаш ұша кетеді. Жылан ұша жөнелген қарлығаштың құйрығын ғана тістеп қалады.
Жылан содан былай топырақ жалап, алмаса ызылдап қалады. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтып, үйдің төбесіне ұя салады. Бірақ оның құйрығы кем, екі айрық болып қалады. Көжегім. Қарға мен түлкі ертегісі. Бір күні аш түлкі тамақ іздеп келе жатып, бір ағаштың басында отырған қарғаны көреді. Қарғаның тұмсығында бір үлкен ірімшік бар екен. Түлкі қулығын асырып, қарғаның көңілін табу үшін оған жылы сөздер айта бастайды. Қарға, қарға, сен неткен көріктісің, сенің әдемі қанаттарың күндей жарқырайды. Егер даусың да сондай әдемі болса, сен орманның ең керемет құсы болар едің. Мақтанғанды жақсы көретін қарға түлкінің сөзіне сеніп қалады. Ол өзінің даусын көрсету үшін тұмсығын аша бергенде ірімшік жерге түсіп кетеді. Түлкі дереу жүгіріп барып ірімшікті алып қояды да қарқылдап күледі. Қарға, қарға, ақылсыздық кейде қымбатқа түседі. Сен мен алдауыма түстің, енді кеш болды. Осылайша түлкі өзінің айласымен қарғаның тамағын алып қашып кетеді. Ал қарға болса ақымақтығына өкінеді. Көжегім. Қомағай, жұлдыз құрт. Бір күні жылы көктемгі түнде аспандағы жұлдыздар жымыңдап, бүкіл әлемге жарығын шашып тұрды. Осы кезде бір жасыл жапырақтың үстінде кішкентай жұмыртқа жатты. Таңертең күн шықты, оның жылы сәулесі жұмыртқаны қыздырып еді, кенеттен ішінен кішкентай жұлдыз құрт пайда болды. Ой, мен қандай ашпын, деді жұлдыз құрт. Ол қарнын сипап, жан-жағына қарап, тамақ іздеуге аттанды. Дүйсенбі күні жұлдыз құрт бір шырынды алма тауып жеді. Өте дәмді, деді ол. Бірақ бәрібір қарны аш болып, әрі қарай жүрді. Сейсенбі күні ол бір алмұрт жеді. Бірақ бұл да аз болды. Сәрсенбі күні ол қара өрік жеп көрді. Бірақ қарны әлі де аш еді. Бейсенбі күні ол хош иісті құлпынай жеді. Бірақ тоймады. Жұма күні ол дәмді апельсин жеді. Мүмкін енді тойған шығармын, деді жұлдыз құрт. Бірақ жоқ. Сөйтіп, сенбі күні жұлдыз құрт қатты тойып алуға бел буды. Ол бірден торт, балмұздақ, тұздалған қияр, шұжық, кәмпит, ірімшік, қарбыз бәрін жеймін деп аузын толтыра бастады. Кешке қарай жұлдыз құрттың іші бүріп ауырып кетті. Ойбай, енді ешқашан осыншама көп тамақ жемеймін, деп жатып қалды. Жексенбі күні ол жасыл шырынды жапырақ тауып жеп еді, ішінің ауырғаны басылды. Бірақ жұлдыз құрт енді кішкентай емес еді. Ол үлкейіп, үлкен жұлдыз құрт болып кетті. Мен енді мүлде басқа жәндік сияқтымын, деді жұлдыз құрт. Содан кейін ол бір бұтаққа шығып, өзіне киім тоқып алды. Оның ішінде 2 апта тып-тыныш жатты. Бір күні киімнің ішінде қозғалыс басталды. Жұлдыз құрт ішінен кішкентай тесік жасап сыртқа шықты. Бірақ бұл жолы ол жұлдыз құрт емес еді. Ол керемет, түрлі түсті әдемі көбелек болып шықты. Осылайша қомағай жұлдыз құрт әдемі көбелекке айналып, еркіндікке қол жеткізді. Содан бері ол ешқашан тым көп тамақ жемейтін болды. Көжегім. Құмырсқа мен шегіртке. Баяғыда бір құмырсқа мен шегіртке өмір сүріпті. Құмырсқа күнде дем алмай еңбек етіпті. Қысқа азық жинап, үңгірінің тесіктерін бітеп, суық аяздарға дайындалыпты. Бір күні ол өлең айтып жүрген шегірткені кездестіріп,
оған былай депті: әй досым шегіртке, әнің жақсы екен, бірақ та бұлай жүргенше сен қысқа дайындалмайсың ба? Жаз қысқа, қыс ұзақ. Сонда шегіртке айтады екен: ей құмырсқа, сен күні бойы жүрсің беліңді жазбай, жыбыр етіп. Өмір тамаша, жаз тамаша емес пе? Я досым, бәрі де тамаша. Бірақ қысқа дайындалу керек қой. Үйді бітеп, азық жинау керек қой. Қойшы досым құмырсқа, ертең дайындаламын. Бүгін ерініп тұрмын. Одан да сен менің әнімді тыңда, депті шегіртке. Құмырсқа әнін тыңдамай өз шаруасымен кете беріпті. Күн суытып, жаңбыр жауып күз де келді. Ал құмырсқа жылы үйінде отырады. Бірде есіктің қаққанын естиді. Ашса шегіртке тұр екен, үсті су болып. Досым құмырсқа, мен тонып қалдым, үйіне кірейінші, жылынайыншы, деп жалыныпты. Сонда құмырсқа: ау досым, тондың ғой, кір, жылын әрине. Мен саған сонда жазда айттым ғой, сен тыңдамадың, еріндің. Ақыры міне үйсіз, азықсыз қалдың. Осыны тыңдаған шегіртке былай депті: о досым құмырсқа, енді келесі жазда ерінбей, сенмен бірге еңбек етемін. Қазір ғана түсіндім қатемді. Еңбек етсен ерінбей, тояды қарның тіленбей деген дұрыс екен.